Сәлем достар, қалдарыңыз қалайсыздар? Адикошан саттин алып келе жатырмыз, иә? Нұрсұлтан көмек Дикош маған келді, тісін жыламыз ба деп едік. Қазір стоматологқа баратын болдық. Мен де барамын. Иә, сен де барасың. Сол не балаларға толтырып алмасын, тізімін, банан алып қойдым. Қазір осыны жеп отырады. Мен келгенше толтыр фрукт алдық қой, Адикош, еще ірімшік алдым саған. Ірімшік араластырып жейсің қазір. Дикош екеуін. Жарайды жүр. Жарайды дейм. Біздің әдемі күнде магазинге кірмесе көңілі көншімейді. Күнде бірден алмаса. Ужас, осындай қызды көрдіңіздер ма? Масқара. Күнде магазин, еще мынандай фрукт әкеп тұрсын. Ірімшік әкеп тұрсын, творог, соны жақсы көреді, сүтпен араластырып жегенді. Сонда да қоймайды. Өзі пакет көтерсе көмектеседі маған. Көтер давай, осыны сен жейсің ғой. Көтер. Садик қалай өтті? Жақсы болды ма? Сол достар. Күн суық. Бізде таңертең кішкене қар жауғысы кеп, қар ұшқындады. Басқа жақтарда қар жауыпты деп жатыр. Кәдімгідей тақия етігімізді киіп алдық. Нұрсұлтан тісін көрсетеміз қазір шылдыруға. Диастың тісін көрсетеміз. Диастың тісін жаңа стоматологқа кірдік. Не деді? Аллергопроба тапсыру керек, сосын барып қана жылу керек дейді. Қазір ештеңе жасай салмайтын болыпты. Біздің кезімізде ештеңе жоқ, уколды салады да. Ешқандай аллергия болады деп ойламайды. Тарс еткізіп жұлып беретін тағын. Сонымен қазір бәрі чики өтіп болғаннан кейін ғана тіс жолады екен. Кешегі ұнатқан күшті шалбарымды киіп алдым. Мынандай клеш, баяғыда оқушы кезімде клеш кие беретін еді, клеш шалбар деп. Сол қайтып модаға келді. Прямойдан, жабысудан енді жабыстыратын еді, труба болады. Одан мынандай клеш қайтып шықты, қайтып клешті киіп алдық. Сол. Ой, Адикошаға. Давай, кімде? Неке Адикош саған толтырып алма алдым. Банан алдым, жүзім, әдемі слива. Слива қымбат әкетті. Мынандай творог істеп берейін ба әдемі? Иә. Творог. Қазір істеп берейін. Сәлем достар. Қалдарыңыз қалайсыздар? Қайырлы таң. Бізде де бүгін күн суық. Қар жауатын сияқты күн суық. Қолбақ киетін күн екен өзі. Қолдарға қолбақтарын беру керек. Қардың несі кеп тұр, ызғары кеп тұр ғой. Мысалы, мынау менің өзімнің ішкен нитро наборым. Міне нитро деген осындай болады. Осы нитро порошок, ішінде осындай таблеткасын береді. Осыдан қалған міне 1-ақ штук қалды, 2-ақ штук қалды. 17 штук, осының 15-інің барлығын өзім іштім ғой. Бүкіл очищение тазарынғаннан кейін кәдімгі бір жеңілдік, менде всегда запор болады. Андай толық тазарынбағам, и менде уже көрдіңіз бе, басымда киста пайда болды. Мысалы, ол гинекологический да болуы мүмкін. И зобқа белгілер, гормондар дұрыс емес дейді. Осы никсер деген наборды іштім. Мынау магний су, алтын суды бітірдім. Мынау күміс су, мен әлі де балаларға мысалы осыны 2 колпачоктан беріп отырам. Мысалы, қызым жөтел қалса 2 колпачок тышқызып қоям, и жөтел уже болмайды. Ешқандай антибиотик ішпейміз. Бұл өзі табиғи антибиотик. Үлкен кісілер баяғыда білесіз ғой. 1 литр суға күміс сақина, күміс қасық салып қояды, и оны таңертең ішеді. Бұл кәдімгі асқазанда язва, гастрит, өте тас, құм болса, осы магний су мен күміс су керемет көмек. Мынандай қымыз деген таблеткасы. Мысалы, мынаны балам ішіп жатыр. Мысалы, грипповый етіп қатты ауырып қалса 2 таблеткасын ішеді, ал иммунитетін көтеру үшін С витамині құрамы толған. Осыны 1 таблеткадан ішіп жатыр. Екінші балам, мысалы, аппетиті жоқ. Мынау лейкопастерді қазір кеше ғана біреуін аштық. Жолдасыма, мысалы, бел ауырып қалған, жолдасыма беліне жабыстырып жатырмын. Осы сізге керек лейкопастер, мынау магний су, күміс су сізге керек. И және де толық очищение жасау керек, мынандай нитро керек.
Саламатсыздар ма? Мен өзімнің отзывыммен бөліскім келіп тұр. Менің басымда киста болды. Басым 13 жасымнан бастап ауырды. Үнемі обезболивающий таблетканы көп іштім. 25 жасыма шейін таблеткамен жүріп келдім. 25 жасымнан кейін үнемі система алумен, басымды емдеумен болдым. Бірақ мен МРТ-ға түскен кезде, осы 36-37 жасында өте қатты ауырдым. МРТ-ға түстім. МРТ-да киста деп айтты, басында киста бар деп айтты. Киста өссе операция жасаймыз, киста өспесе солай 15-20 жыл тұра береді деді. Сол менің мамам осы өнімдерді, күміс су, алтын суларды өнімдерін ішкен болатын. Сондықтан мен мамамнан сұрадым, неше мен уже бүкіл медицинаның барлығын уколдарын ішіп, бүкіл обезболивающийді ішіп шаршадым дедім. Системасын алдым, уақытша ғана қойдырады, бірақ аптасына 7 күннің ішінде 5 күні ауыратын едім. Күнде обезболивающий ішетін болдым. Сондықтан мен өзім медик бола тұра, кистаға ешқандай ем жоқ, ол тұра береді, ауыртпайды, тұра береді деді. Бірақ менің басым өте қатты қайнап ауыратындықтан мен ол ауруға шыдамадым. Сондықтан осы өнімді не болса да мен ішемін дедім. Содан анам осы өнімдерді ішіп результат көрген. Сондықтан мен де осыны ішемін деп шештім. Ол өте керемет чудо өнімдер. Бұл коллоидный серебряная вода және де магний су бар. Бұның құрамында мінекей кальций, магний, натрий, калий сулары бар. Және де бұның алтын суы бар. Алтын суын ішіп бітірдім. Мен аны қазір әлі де жалғастырып жатырмын, ішіп жатырмын. Енді маған нейрохирург айтты, 8 айдан кейін МРТ-ға қайтып түсіңіз деп. МРТ-ға қайтып 8 айдан кейін түсіп, менде киста жоқ деп айтты. Мен оны жоқ екенін білем, өйткені мен уже алтын суды ішкеннен бастап, түнімен ұйықтамайтын едім ғой. Алтын суды ішкеннен бастап менде өте результат жақсы болды. Мен қатып тұрып ұйықтадым. Содан мамама звондай, мама, мен қатып тұрып ұйықтадым, мынау деген өнім керемет қой деп. Ой, жақсы болсын, ем болсын деп. Содан бастап мен үзбей 8 ай өнімдерді іштім. Әрине бұл үш суды бір апта ішкеннен кейін бұған маған қан айналымды жақсартады, жеті шөптен жасалған чакшир өнімін іш деді. Чакшир өнімін іштім. Аптасына бір рет. Бұл деген енді сезіну кәдімгі күшті, енді кәдімгі қан айналымды мощный қылдырады. Кәдімгі екі бетім қызарып, басыма бүйтіп қан барып, сондай күшті сезімде болдым. Бұл өзі 3 айға жетеді. Бір алғаныңыз, осында бір упаковкасы 3 айға жетеді. 3 ай іштім. Осы упаковканы өзім бір-ақ рет алып іштім. Бір упаковкасын 3 айға іштім. И және де мынау нитро деген өнімді іштім. Нитро ішім өнім вообще супер күшті. Осының ішінде бір-ақ штук ішіп қалдым. Мен адамдарға түсіндіру үшін алып қалғам коробкасын. Бұл өнімді ішкеннен менде кәдімгі бір жеңілдік пайда болды ғой. Және де мына чудо лейкопластырь әлі қолданамыз. Үйімізде тұр мінекей. Басыма осылай маңдайыма жабыстырып алам. Басыма орса желкеме жабыстырып алам. Содан 15 минуттың ішінде менің уже басым ауырған жазылады. Осы өнімдерді іштім. Бұның және де кофесі бар. Кофесін әлі ішіп жатырмыз бала-шағамызбен. Өте керемет. Енді тап-тапты кофе. Бастысы енді маған ұнағаны мына бүкіл өнімдері жақсы. Міне никсер деген өнімді іштім мінекей. Гормондар бұзылысы кішкене бар деді маған. Осындай никсер өнімін ішіп бітірдім. Бұл ішкенде енді 60 таблетка 2 айға жетеді. Күніне бір таблеткадан ішіп отырады. Осы өнімдерді ішу арқылы 8 айдан кейін МРТ-ға түскенде менде басымдағы киста жоқ деп айтты. Мен өте қатты қуандым. Ол киста, мысалы, өзім медик болғаннан кейін пациенттерден көріп отырам. Ол киста, мысалы, қай жылы МРТ-ға жыл сайын түсіп отырады. Ол киста әлі тұр деп айтады. Ал менде міне осы суларды ішкендіктен ұйқым жақсы ұйықтайтын болдым. Ұйқым деген тынышталды. Аяғым қақсап ауыратындығын, аяғымның қақсағаны қойды. Қожам әдемі болып, запор кетіп, керемет өнім. Енді бір жылға дейін осы суды ішкеннің арқасында ешқандай откашла, ешқандай антибиотикті алған жоқпын. Мысалы, мен өзім қатты жөтелсем, антибиотик алмай, цефазолин алмай жазылмайтын тұғымын. Осы өнімдердің арқасында, мысалы, бір жыл гриппен де ауырған жоқпын. Және де осының арқасында осы өнімді көріп, офисқа барып тыңдадым өз құлағыммен. Сенгендігім сонша, үйде балама эксперимент жасайын деп, жаңа қызым ауырғанда қызыма да берем ғой. Мұрнынан су ағып келеді садиктен, сразу күмсу 2 колпачок бере қоям. Содан қызымның да жөтелі кетеді, мұрнынан су ақпайды, келесі күні садикке кетеді. Сөйтіп біз де бір жыл ешқандай справка алған жоқпыз, садикте бала ауырды деп.
осындай керемет өнім. Хабарласыңыздар. Осындай керемет өнімді шығарған Түркия компаниясы VIP International Месут Оңғын мырзаға көп рахмет. Осындай результаттар көріп атқан адамдар өте көп. Миома, киста, эндометриоз, барлық ауруға, тері ауруларына осындай өнімдерден шипа тауып атқан. Осындай керемет өнімді шығарған Месут Оңғынға көп рахмет. Келдім филармонияға, Давлатовтың сабағына келе жатырмын. Адам деген көп, уже кіргізіп жатыр. Сондықтан да бүгінгі форум баршаңызға құтты болсын. Маған Айгерім Жұмабай организаторлар компанияның плюс жақтарын айтып кетіңіз деген ұсыныс болатын. Себебі залда біріншіден келген алғаш рет келіп отырған қонақтарымыз бар екен. Маркетинг план біздің Ербол Шамилович мырза айтпақшы, мечта любого сетевика. Себебі маркетинг план нового поколения. Этап жоқ, цикл деген жоқ, привязка жоқ, выращивания лидера нету, подтверждения статуса нету. Енді Қазақстан бойынша 14 қаладан складтар ашылып, офистар ашылып, барлық жағдай жасалып отыр. Біз бастаған кезде бізге қиындау болды. Склад, офис деген болған жоқ, біз үйде жұмыс жасадық. Жүрісінің өзі құдай-ау, енді бұл кісі большой молодец. Осы жауапкершілікті алып, бүгінгі күнді осы кереметтей форумның өтіп атқаны, осы бірден-бір Айгерім Жұмабай ханымның арқасы. Көп рахмет. Мынауыз еңбегі жаңа берсін. Месут Оңғын мырзадан сіздерге долларовый современный шапан әрқайсыңызға $200 қабыл алыңыздар. Основатель и президент Международного центра развития человека САМО, благодаря которому прошли обучение 1 366 242 человека в 130 городах СНГ. Автор серии книг «Философия муравья». Перед вами Саймурат Раджабович Давлатов! Друзья, вот такие аплодисменты я могу выходить, понимаете, да? Вы не можете выходить, но такому человеку нужны другие эмоции. Друзья, громче поприветствуем нашего сегодняшнего гостя! Добрый день всем вам, дорогие друзья, конечно, нашему гостю. Еще эмоции! Всем спасибо! Доброе утро! Я очень рад вас всех видеть. Чуть-чуть в зале темно, я никого не вижу немножко. Вижу только телефоны, которые... ешқайдеріңізге зиянды келтірмей сіздерді емдеп беретінміндер. Біз насопы өнімге сондай жаңағы 100% сенгеніміз, біз сразу ақшаға акцент қойдық. Өнімді алады, адам әрбір денсаулығынан результатты 100% алатынына
біз вообще ешқандай күмән келтірген жоқпыз, потому что мен жаңа үлкен кісілер келеді, тізелерін ашып, белдерін ашып, арқаларын ашып, атасыма, апасыма бәрін тізесіне шейін түгел ашып өзім жасап беретінмін пластырларды. Иә? Содан кейін ол кісілерден жақсы результат алдық біз. Жаңа кофе береміз, кофе деген өзін жақсы сезініп қалады. Ананы ішіңіз, мынаны ішіңіз, әр жаңағы айтқан қазіргі сіздердің істеп жатқан істеріңіз. Какая эмоция вчера получили? Seminer çok güzeldi. Вчера семинар прошел на высшем уровне, да? Верно? Evet, inşallah çok güzel motive olduk. Ben de öyle, ben de çok motive oldum. Sizleri gördüm, sizleri heyecanlı Я gördüm, думаю, çok motive мы oldum. все получили шикарную мотивацию. Лично я сам получил очень хорошую энергию, бодрость, мотивацию. Говорит. Evet, benim de ihtiyacım varmış bu motivasyona. Çok iyi oldu benim için. Мен де өте қатты мотивация алып, өте риза болдым. Семинардың условиясы. Сіздерден ешкім ақша алмайды. Им бесплатный подарок берет. Bir güzel haber daha var. 10. aydan yani 10. ayın birinden itibaren bir paket almış herkes de bu şeyden faydalanabilecek. Енді тағы да бір жақсы жаңалық, осы октябрь айынан басталды. Кешегі өтіп кеткен 1 октябрьдан өткізген VIP пакеттеріңіз болса, соның барлығы уже считается на промоушен. Geçiyor günleriniz güzel mi? Her şey iyi mi? Қалдарыңыз қалай, бәрі жақсы ма сіздерде? Evet. Şimdi misafiri çok severiz. Konağımızı severiz. Onlara tamak vermeyi severiz. Yani Kazakistan olarak bir ev sahibi olarak orada çok güzel durun. Ve o salonu şimdi Almatı'da Lazat Hanım var. Almatı'daki Lazat Hanım ve Gülayim Hanım koordinatörümüz olacak, organizatörümüz olacak. Onlar güzelce her şeyleri organize edecekler. Hatta bir prezident olanları limuzinle salona getireceğiz. Tamam mı? Evet. Burada şöyle bir şey var. Şu anda burada Royal President var mı? Royal President'ımızda Құдай қаласа ноябрьдің басында уже Турцияда өтеді бізде. Evet, Türkiye'de Seminarda. Noyabr'ın 4'ünden 9'una 10'una kadar. Şimdi buradan kimler Türkiye'ye geliyor? Кім Турцияға келеді, құрметті ханымдар, демалысқа? Осы ноябрьде. Здесь есть кто? Olur mu? Ұят болды оны. аласыз. Одан кейін жаңағы ыстық қайнап тұрған сүтті құясыз, жақсылап тұрып араластырасыз. Очень красивый сары түсті напиток шығады. И соны ішесіз. Кәдімгідей терлейсіз. Прям суық тердің бәрі шығады. И настолько появляется прилив энергии, как будто машину заводите, күш-қуатпен жүресіз ғой. Вот я даю 1000% гарантию. Вот когда температура кезінде, қазір мінекей мына күздің кезі бар ғой, мынау алдамшы ғой. Негерін білмейміз. Қалың киіп терлеп жүресің. Салқын болады. Сол кезде суықтың бәрін керемет шығарады. Мықты подпитка береді организмға. Енді бұлар қазір таможняда бізге келе жатыр. Екеуі бізде бір кейс. Бұл новинка, Deep Energy. Бірақ Mesut Olgun мырза сонау VIP-дің отаны Турциядан, Мерсин қаласынан, прямой заводтан өзінің чемоданына сыйған 4 коробка алып кетті. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Офистан келдім, ет салып кеткем, ағырындап етім пісіп, неке дайын тұр. Бүгін жексенбі, каждый жексенбі біз осылай ет асып жейміз. Офистан келдім, кеше форумнан келдім. Өте керемет, мощный сабақ болды. Мотивациялы, күшті. Сол не деймін енді. Осындай өнімдерді пайдалана отырып, денсаулықтарыңызға мән беріңіздер. Мысалы, қазір көп адамда магний жетіспеушілік, бірақ оны таблетка түрінде ішкісі келеді. Ал бұл жерде сұйық түрінде суға араластырып іше бересің. И және де ішінде басқа да неше түрлі нелер бар. Кальций, магний, натрий, калий бар. Бүкіл минералдар бар. Өте өнім күшті. Сол ет жейін деп жатырмыз.
толық ақпарат білгіңіз келсе маған WhatsApp-қа жазыңыздар. Бізде бүгін бешбармак. Держ, Адикош. Және түрін қарасай. Қыстан алған қартағы. Саған сентябрьде жеп отырмыз. Біздің балапандар достарымен келіп, тамақ жеп отыр. Құдай ас болсын. Нұрштан басын дұрай өрме, басын шықпады. Дикош молодецсің. Нұрштан бірінші бітірді, я? Ай, молодец. Етін жей, ол сорпанды жесең вообще качок боласың. Қазір іші давай. Ерін найырлер ауырып. Енді дей бергенсің ғой.